көбісі ойлайды ғой қалауымға барып блогер болып кету оп-оңай деп. Бізге де кейде бетімізге басып сен немене жетісіп ақыл айтып отырсың, қалауымның арқасында көтерілдің. Иә, қалауымның арқасында көтерілдім, бірақ қалауымның әсері болғанымен ол жерде мен өзімнің еңбегім де бар, біздің еңбегіміз бар деген сияқты. Қалаулым арқылы осы күнге дейін қазір 9 маусым аяқталып жатыр. Ойлаңыздар, 9 жыл бойы. Соңғы маусым ба? 11 ай бойы, ал? Соңғы маусым ба? Белгісіз. Яғни жыл сайын біз білмейміз. Ойнап сұрап отырмын негізі. Серьез жауап беріп отырсың. Жоқ, рейтингқа қарайтын болар негізінде. Қандай факторлар? Жоқ, рейтинг мықты ғой ол жақта. Рейтинг, енді Қазақстандағы ең атышулы бағдарламалардың бірі болды ғой. Кезінде Әлбектердің сезонында мүлдем ол бағдарламамен тең келетін бағдарлама жоқ еді Қазақстанда. Потолокты солар қойып тастады ма? Иә, 1 маусым өте жоғары болды. Бірақ алғашқы 5 маусым кәдімгідей керемет болды, қалғандары сәл енді. Дегенмен адам деген жалығады ғой, сәл-сәл. Бірақ енді мүлдем жоқ деп айта алмаймын. Жүріп жатыр, демек рейтинг бар деген сөз. Егер ол рейтинг жоқ бағдарлама болса, баяғыда жауып тастайды. Яғни 9 маусым, 9 жыл, яғни кем дегенде 10 ай жүреді бағдарлама. Аптасына 6 күн, 4 сағат тікелей эфирде. Енді ойлаңыздар, қаншама сағат, қаншама күн, яғни аптасына бір рет шығатын бағдарлама емес қой. Сол жерден енді 9 жылдың ішінде қанша адам шықты, мыңдай емес, бір 100 мың адам өткен шығар мысалға, одан артық болуы мүмкін мысалға. Және солардың арасынан мен қатысушы болған емеспін, мен үміткер болдым, және үміткерлерді ғана есептейтін болсақ, мысалға, енді бір қолдың саусақтары ғана жетеді, яғни блогерлыққа жете алған, бірақ көбісі сондай ниетпен келді ғой. Бұл жерде де мысалға барлығы ойлайды, қалауымға барып блогер болып кетем деп. Ол оңай емес, сен бардың ба, ол сенің бірінші қадамың, ары қарай саған үздіксіз еңбек ету керек, қайта-қайта жаңағы бір ұрған жерге ұра бересің, тек қана сол жерде тесіп шығасың да, соны түсінбейді көбісі, өкінішке қарай.